Saate bizga bugungi kuningiz sәтле, бақытты болып. Бүгін өте қуаныштымын. Бүгінгі күнді сабағыңызды жақсы оқуыңызды тілектесің. Бүгінгі сабақта белсенді болуыңызды тілектесің. Бүгінгі сабақ бізге ауырмайсыз қандай анаңыз үшін. Денсаулығыңыз болсын. Жақсы, оқушылар, оныңызды сұрағайын. Біздерге алдыңғы сағатта берген шексіз әлем өлеңін оқу еді. Енді осы шексіз әлем өлеңін оқу тапсырмасынан өлеңден серге мынадай сұрақтар қойып жүрген. Осы сұрақтарға кімдер жауап береді? Автор неліктен адамдарды тозаңға теңейді? Адамның ойы сінің шексіздігінің себебі неде? Әлемнің тұтастығына шексіздігіне адамдардың артынан қиянат жасалып жатыр ма? Оның салдары қандай болуда? Әлемнің тұтастығын, бірлігін сақтауда біздің үлесіміз қандай болуы керек? Автор бізді тозаңға теңеген себебі тозаң өте керемет нәрсе. Ол жойылмайды, шексіз болғандықтан ол бізді адамдарды тозаңға теңеп отыр. Себебі адам бір-біріне ниет қойып, ой, немесе ісіне бір уәде етсе, онда ол шексіздік, шексіз болып келеді. Себебі адамның сөзі мәңгілік, шексіз, есте қалатын еді болады. Отырамыз. Рахмет, оқушылар. Енді бүгінгі осы тақырыбымызды екінші сағаты жазалау адам және адамдар. Ақсатылық сағаттарды туған мектептерге қамқорлығына ойретілдіріп, өз әрекет қимылын ашу. Ауызды. Имамызды жасайды. Біздер күнде өзіміз күндегі сабағымызда бесті ережесін есімізге түсіріп отырамыз, иә? Ал бәріміз бесті ережесін қайталайық. Тамақ, тыныштық, тазалық, татулық. Өте орынды. Енді оқушылар, осы ережеден есімізге сақтай отырып, біздер дәйек сөзге мән берейік. Бүгін дәйек сөзіміз, ал оқиық бәріміз дәйек сөзімізді. Адамзаттың бәрін сүй, бауырын сүй. Адамзаттың бәрін сүй, бауырын сүй. Яғни, осы дәйек сөзден абайдың сөзінен қандай ой түйдік? Қандай ой түйдік? Адамзаттың бәрін сүй, бауырын сүй. Қандай мағына? Аша қояйық. Әр адам бір-бірін өз бауырындай жақсы көру керек.
бирок кызматчыга көмөк көрсөтүү кажет. Отырамын, рахмет. Жөнәс. Адамзаттың бәрін бауырым деп, өзімнің туғаным деп сүю керек. Ол адамзаттың бәрі бірдей, өзінің туған туыстары сияқты. Сондықтан адамзаттың бәрін кемсітпей, өзін қатар өту керек. Рахмет. Саған. Орай жауап. Отырау, рахмет. Назирбек табам. Адамзаттың барлығын бөліп жаннай, бірге бөліп бауырым деп сүюіміз керек, қолдауымыз керек, қиын кезде көмек көрсетуіміз керек. Өте. Сау болыңыз. Рахмет айтқандарыңызға. Енді ұқсап біздер осы бүгінгі мынандай бейне роликтерді болған сіздерге қазір көрсетпей шақырамыз сіздерді. Özgürlüğü var.
шешіп жиендерін табиғатты ластап жерге лақтырып кетеді. Олардың да артынан жемейтін адамдар да болады. Сондықтан табиғат өзінің табиғат өлкенді ластауға болмайды. Адам өз табиғатын қорғап ластамай таза ұстау керек. Дұрыс екенсіз, бастамай таза ұстау керек. Біздер жаңағы қоршауымызда жаңағы суымызды, өзіміздің жаңағы жерімізді, ауамызды қалай ұстауымыз керек ұқсап? Таза ұстауымыз керек екен. Рахмет. Таза ұстауымыз керек екен. Иә, ол суды өзіміз істейміз, ішеміз. Ары қарай. Рахмет. Ары қарай. Айтамын. Biz tabiatda lastlamay o'zimizning atimizni qo'rib, o'zimizning atimizni qilgan qo'rqislarni yoqtirmay tabiatda qo'rqishimiz kerak. Tabiatda qo'rqishimiz kerak. Endi o'shalar nima taqsimlarga ko'ngil bo'ldik. 5-chi taqsimlar. 5-chi taqsimlarda bizga so'zlashmoqda ko'rishimiz kerak ekan. Bizlarga жаңағы адамдардың көрпеге көйсе, құндылықты жаңағы ішеміз керек, жаңағы атауын болуымыз керек екен. Сондықтан да жаңағы қазір осы сөз жұмақты орындай қояйық. Дәптерімізді тез дәптерімізді орындай қояйық. Екінші